YouTube каналдарыма жазылыңдар, жаңа есептер көріңдер. 6-шы сыныптың математикасынан бірінші 90-дық жиынтық бағалау. Бірінші есебі пропорцияға арналған, оның негізгі қасиетін білсек, жеткілікті. Екінші есеп масштабқа берілген, өте жеңіл, көріп бірден түсінуге болады. Үшінші есеп теріс және оң сандарға берілген. Берілген сандардың арасындағы бүтін сандарды анықтау керек. Төртінші есеп координатал түзу деген не деген сұраққа жауап береді. Бесінші есеп координатал түзуінде бірнеше нүктелер берілген, координаттарын табу керек, арақашықтығын табу керек. Алтыншы есеп пайызға берілген мәтіндегі есеп. Пайызды пропорциялар арқылы табамыз. Жетінші есеп шеңбердің ұзындығын табу керек және дөңгелектің ауданын табу керек. Сегізінші есепте теріс оң сандарды бірге есептеуге берілген.